Біздің сүйікті әжеміз Күләш Қабжан қызы 1938 жылдың тамыз айының 20 жұлдызында дүниеге келген. Асыл әжеміз жер бетінде өмір сүрген 86 жыл ішінде мейірімділіктің, адамгершіліктің, шынайы махаббат пен батылдықтың үлгісі бола білді. Өмірлік серігі атамыз Кәкімбек пен Қайқұлымен бірге берік отбасын құрып, өмірлік жолдағы сынақтарға төтеп беріп, жарқын және бақытты өмір сүрді. Әжеміз бен атамыздың арасындағы сыйластық, махаббат хикаясы бір кітапқа сыяр еді. Атамыз Кәкімбек жазып қалдырған кітабының бірнеше бетін өзінің жұбайы, біздің аяулы Күләш әжемізге арнаған. Қазір атамыздың жазбаларынан үзіндіге жол берсек. Күләштің ата тегі былай тарайды. Арғын шағыр сом жүрек әйдерке қадірімбет, өмірзақ әйбике, алып қара байтілеу Қабжан. Кейінгі аталарымен аталған рулар әйдерке, оның ішінде өмірзақ. Байтілеудің балалары Қабжан, Сәлімгерей, Қабиза, Қапаш. Бұрынғы станция Торғай совхозының бір бөлімшесі руларының атамекені болған жер қазір Қабжан төбе деп аталады. Күләштің папасы Қабжан Байтілеуұлы беделді, өткір, бір мінезді, ешкімге ақысын жібермеген халықтың арасында лидер болған. Сондықтан да жастайынан елді басқарып, Октябрь атындағы колхозда көп жылдар басқарма болған. 1937 жылдың науқаны Торғайда әлі басылмаған кезде, 1941 жылдың январында оны түрмеге жабады. Көршілерге кеткен балалармен де қоштасуға рұқсат бермепті. Ойым құрып, үкіметте қарсы үгіт жүргізген деп 43 жастағы Қабжан Байтілеуұлына Қостанайда 1941 жылдың июнь айында ату жазасына үкім шығарып, 3 айдан кейін сентябрьде ол үкім орындалады. Күйеуі сотталған соң Ғазиза анамыз 3 балаларымен Қапсағит 17 жаста, Рашид 11 жаста, Күләш 3 жаста Торғайдағы туыстарына келіп тығылады. Өзі жұмыс істеу үшін анамыз үйде қол бала болып өскен қайнысы Қосабайға балаларыма қаралас деп тапсырады. Қабжан мен Ғазиза семьясында балаларының жас айырмашылығы 8 жас. Рашид туғаннан кейін 8 жылдай бала болмаған соң, анасы аруақтардың басына түнеп Құдайдан бала сұрап жүргенде, жаздың жадыраған күнінде шекесі торсықтай, қыр мұрын бидай өңді қыз туыпты. Күләштің атын Күләштай әнші болсын деп атасы, ағасы Баймағамбет ақсақал қойыпты. Кейінірек Рашид Қарағандыға жұмысқа орналасып, Тамараға үйленген соң анасы мен қарындасын көшіріп алған. Күләш мектепті осы қалада бітірген. Мен Күләшпен 1958 жылы Қарағандыда оқып жүргенде сол кездегі демалыс күндері жастардың кездесетін мәдениет орнының бірі би алаңында таныстым. Күләш 60 жыл бойы жақынды туысты бауыр, жолдасты дос жасаған өмірлік серігім, асылым менің. Екеуміз 4 балаларымызды Гүлнар, Мұсабек, Ләззат, Жаннатты бағып өсіріп, институттарда оқытып, ер азаматтар қатарына қостық. Жас кезіміздегі махаббат қазір бір-бірімізді аялаған жандарға жеткізді. Бірге өткізген осы 60 жылда сәтті де қуанышты күндеріміз, абыройлы да бақытты жылдар көп болды. Үзіндінің соңы.
көзі тірісінде жан жарының толық ризашылығын алып өзінің әйелдік аналық, жұбайлық міндетін өмірде үлкен абыроймен, мейіріммен атқара білген әжеміз, сүйікті жар, мейірімді ана, шуақты әже, үй шаруасында берекелі отанасы болса, сыртта қиындығы мен жауапкершілігі мол, мансаптағы қызметінде үлкен абыроймен атқара білген. Әжеміз Күләш Қабжан қызы қызметтік жолының басында 80-ші жылдары Арқалық қаласының облыстық ауыл шаруашылық басқармасында кассир қызметін атқарған. Кейіннен есепшілерге арналған курсты тәмамдап, сол жерде есепші қызметіне ауысады. Ал 1988 және 90-шы жылдары Арқалық қаласының керамикалық фабрикасында бас есепші қызметін атқарады. Одан кейін кәсіподақтар одағының бас есепші қызметіне тағайындалады. Ал 90-шы жылдардың ауыр кезеңінде әжеміз Кәкімбек атамызбен бірге алғашқылардың бірі болып жеке бизнестерін ұйымдастырып, бұл салада сәтті жұмыс жасаған. Ардақты да асыл Күләш әжеміз сүйікті жар, қамқор ана, және әлемдегі ең керемет әже болды. Қонақжай әжеміздің дастарханынан ешқашан қонақ үзілген емес. Ол әрдайым жақын достарының, туыстарының ортасында күндей жарқырап, отбасымыздың жылылығын сақтай білген жүрегі болды. Атамызбен бірге өткізген бақытқа толы 60 жылда 4 бала сүйіп, сол балалардан 11 немере, 24 шөбере және 1 шөпшек сүйді. Анамыз сүйікті әжеміз, әжекамыз мәңгілік жүрегімізде, есімізде. Біз әжемізді, оның өсиеттерін ешқашан ұмытпаймыз. Артында қалдырған асыл мұрасын, бірге өткізген бақытты сәттерді жүректе мәңгі сақтаймыз. Оның берген тәрбиесіне, артында қалдырған ұлағатты ізіне лайық боламыз.